евро екен. Мынаның бағасы 21.400 евро. 2015 жылғы 7 ай официально растаможкаға мынау жылы бәрі келеді. Мында шамалы царапинасы бар екен, бірақ бұл біздің қазақтарға ешқандай не болмайды. Мында да шамалы царапина бар екен. Келетті қазақтар бізде Шымкентке апарып шкурт етіп алады, өлтіріп тұрып. Сонымен мынау рамаларын бәрі су тап-таза. Ешқандай май, ешқандай шірік, ондай ештеңе жоқ. Керемет бәрі. Мынау 2015 жылғы міне. Осындай 2015 жылғы даф. Осындай керемет спойлер, анау мынау бәрі все дела. Айнасы жырылған екен мынаның. Айнасы жырылған, және де мында тоже шамалы царапиналар бар екен. Мында да царапиналар бар екен. Теңгеге шаққанда қанша болады дейді. Теңгеге шаққанда ауыстырып көріңдер өздерің. Мынау 2017 жылғы даф. 40.200 доллар деп тұр. 40.200 доллар. Так. Міне мынау қазір 35.800 2017 жылғы 9 ай 35.800 евро. Европа ма дейді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Жақсы аман есен. Сәлеметсіз бе? Естілмей жатыр ма? Естіліп тұр, айта бер. Естіліп тұр, айта беріңіз. Жаңағы бағалар 19.000 евро дейді. Қазіргі евроның мен есептелініп жатыр ма? Или бұл кәдімгі бұл Европада тұрған бағасы, евромен тұрған бағасы бұл. Мынау 19.800 деп тұр. Бұл FM, Volvo FM. Евро 6. Осыны сіздер, если теңгеге ауыстырады, теңгеге шаққыларыңыз келсе, осыны 505-ке көбейтсеңіздер, сонымен каждый нені 505-506-ға көбейтіп отырсаңыздар, теңгеге шаққаны қанша миллион теңге болатын шығып отырады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Міне осындай. Мынау 2014 жылғы. Мысалы осы КамАЗдарды Қазақстанға қалай жеткізесіздер? Қазақстанға қалай жеткізесіздер? КамАЗдарды Қазақстанға қалай жеткізесіздер? Айдап жеткіземіз, ешқандай проблема жоқ. Онда болса мен видеоны толық түсіріп тастайын, сосын хабарласайық. Онда болса, егерде нақты заказ беретін болсаңыздар, эфирді сақтаймын. Қалай әкелу керек, қалай деу керек, бәрін айтатын боламыз. Хорошо, мен просто қашаннан бері, кешеден бері жаңағы сіздің осы неңізді топтан көріп жатырмын да, сол күшті жаңағы информациялар болып жатыр да, содан кейін КамАЗ. Енді мен қазір мен толық эфирге түсіруге сіз мешайт етіп жатсыз да? Е, сосын хабарласып жақсы, рахмет. Хорошо. Эфирден шығасыңыз, ренжімесеңіз. Мынау Volvoның бағасы жоқ екен, бірақ состояние шаршаңқы екен. Мынау 2015 жылғы біраз шаршатып тастапты. Және де мынау 29.200 дейді. 2014 жылғы бұл бізге официально растаможкаға келмейді 2014. Мынау 2015 FM келеді растаможкаға официально. Міне бағасы 19.800 FM. Бұның ішінде кабинасы низкий болғандықтан бірақ спальник болады. 500 екен, евро 6. Қай ел бұл? Бұл Голландия мемлекеті. Мында 2013 жылғы фура, мынау косой дейді бізде Қазақстанда, в общем айтқанда сондай немен 22.400 екен бағасы, мынау 2013 жылы. Жоқ, бұл Голландия. Голландияның Векхел деген қаласы. Және де Векхел қаласы, мынау 500 екен.
Бұл да, короче, самосвал екен. Бұл да самосвал екен. Самосвал болған екен. В общем, ар жақтан Мерседестер тұр қазір. Так, бізге мынау 2010 Volvo Евро 5 косой дейді бізде. Косой дей ма, не дейді мынаны бізде? 15400 бағасы. 15400 2013 жылғы Евро 5. Міне осындай. Не знаю, фиксированный или нет. Я сейчас буду в конце видео буду конкретно уточнить. Посмотрим, короче. Вот, это и 14 год, Евро 6, 20 тысяч, 2400, короче, FM-ка. А здесь ценника нету. Это тоже FM. Ну, это 44. Это 17 год, 44 400. Мында 2017 жылғы полный комплектация, походу. 460, 2017. Көріне ма, көрінбей ма сіздерге? 36200. Ішін көрсетеді. Ішін көрсете алмаймын, өйткені менде қазір кілті жоқ бұлардың. Ешқандай кілті жоқ. Сондықтан ішін көрсете алмаймын. Мынау DAF, мынау 2010 Евро 5 DAF-тар мынау. Ескі DAF-тар. 2010 жылғы ескі DAF-тар, міне бағасы 14200 дейді. Осындай ескі DAF мынау. Былайнан состояниесі жақсы екен. На растаможку сколько уйдет? Не знаю я. Растаможку не знаю. Я тут цены показываю и все только. Вот. Және де мында DAF-тардың мынау несі, короче, низкий кабина DAF-тар мында тұрған. Мында не отмет жаңағы. Үлкен кабиналар DAF-тар. Мынаның бағалары 2017 жылғы және де 35400 евро. Мынау 35400 тоже бағасы. Мынаның бағасы 2017 жылғы 34800. Volvo көрсет, DAF қызық емес дейді. Volvo'лар қазір борамыз. Volvo'ны да көрсетеміз, Scania'ны да көрсетеміз, бәрін көрсетеміз. Мында 29000 2017 жылғы мынау низкий кабина DAF 29400. Алло. 2017 30400. Осындай. Эфир сақтасаншы дейді. Обязательно сақтаймын эфирді. Про пятитонники, паровозики дейді. Хорошо, сейчас постараюсь. Короче, мында DAF-тар неше түрлі 41200 дейді. 2017. 2016 34400 дейді. Мынау 2017 жылғы DAF низкий кабина және де 28400 бағасы. Бұл енді неғып арзан екен білмеймін, бірақ низкий кабина болғандықтан арзан болып тұрған шығар. 2017 жылғы 28400 евро. Мынау спойлер бәрі бар екен. Артында состояниесі вообще керемет бәрі міне. Осындай седлосы сухой. Осындай керемет состояниеде DAF. Мында мандар тұр, қазір манға баратын боламыз. Ар жағында ивекалар тұр. Ивекалар өте арзан болып келеді. Что-то адамдар жұмыстау деймін да, походу да. 83 адамнан 70 вообще көтерілмей қапты ғой. 29400 DAF. Мына DAF-тың бағасы жоқ. Мынау 31200. 31200. Осындай DAF-тар. Қазір мен мына жақта уже жетіп қалдым.
Мынау 27.200 дейді. Мына DAF 27.200 қалай жағдай? Шүкір жақсы аман-есен. 2016 жылғы кабинасы төмен DAF. Мынау DAF CF 2008 жылғы CF. Бірақ бағасы жоқ екен бұның қанша екені. Мынау 2014 жылғы DAF сары DAF низкий кабина 17.800 евро. 460 евро 6. Мынаны бізде растамашка жасауға болады әзірге. 17.800 евро. Мына сары DAF. Короче, қай қала дейді? Векхель қаласы. Мынау 2014-17 тоже 2014-17 деп тұр міне. Мынау механика екен. Механика екен ғой мыналар. Мына сарылар механика екен. Сол себепті арзан екен механика. Көріңіздер, мануал деп тұр. Gearbox не деп тұр? Жаңағы мануал деп тұр. Минус 40 дегендер не екен білмедім. 17.800-ден екен. Механикалар арзан болады екен. Мынау 2013 жылғы евро 5 DAF 14.400 болған екен. 13.800-ге бағасын түсіріпті. Міне осындай низкий кабина DAF 2013 жылғы. Бірақ шетелде жұмыс істеу қиын емес бе? Жоқ, қиын ештеңесі жоқ. Ешқандай қиындығы жоқ. Растамошка қазір официальный растамошка 2015-тен жоғары басталып жатыр негізінде. Міне осындай рамалардың бәрі сухой, тап-таза, және де ешқандай шірік жоқ. Осындай көрініс. Міне бүкіл блок управления, мынау бәрі көрініп тұр. Салим блоктарында состояниесі жақсы екен. Ресивері де жақсы екен. Сіздің көлігіңіз механика. Менің көлігім механика. Және де мұнда низко кабина, мынау төмен кабиналары нелер тұр. Атнет жаңағыдай DAF-тар тұр. Мұнда тоже DAF CF-тер тұр. 2008 жылғы DAF мынау CF. 10.400 евро дейді. Пробектері. Мынау пробектері 902 мың міне. Пробектері мынау тұр міне. 902 мың деп тұр. Почти миллионға жақын. Мынаның бағасы 2011 жылғы мынау CF екен. Супер кабина дейді. 2 спалк бар екен мұнда. Жоқ, 1 спалк екен. Высокий кабина. Және де мынандай нелер ғой, короче. По месту жұмыс істейтін тягаштар ғой, по месту. Қаланың ішінде, сондай жерде жұмыс істейтін 9800 2010 жылғы 1 миллион пробег, 1 миллион 150 мың дейді. 9800. Одан кейін DAF 1 миллион пробег, 1 миллион 2009 жылғы 10.200 бағасы. Мынау CF-тар, короче. Осындай CF-тар. Растамошка білмеймін қанша болатынын. 2007 жылғы 766 мың пробег, 2007 жылғы 9800. 9800. Мынау шамалы біраз на жерлер орылған екен. 1 миллион 188 мың пробег, 2008 жылғы DAF XF низкий кабина. Мынау астыңғы жақтары орылған екен мынаның. Бағасы 9800 евро. Мынау астыңғы жақтары орылған екен, қарап тұрсаңыздар. Мына жерлері сынып қалған, мынау айнып кеткен, короче. Осындай ушатынный DAF. Мында 2011 11200 пробег, 758 мың. Короче, осындай. Қазір Volvo-ны көрсетем болады. 2015 жылғы CF-тар. CF-тар бізде вообще ценит етілмейді негізінде. Қазір Volvo-ға барамын. Маған просто ман сұраған, адамдар манды. Бірінші манды көрсетейінші бірінші. Манның бағалары, ман TGX, ман TGX. Бірақ бар екен бұнда. Және де бұның жылы 2012 жылғы
2012 жылғы ман, бұның бағасы 12.800 евро. 12.800 евро, мынау низко кабинасы төмен ман, короче, бірақ жоқ, қатты төмен емес. Мына ман, короче, 2013 жылғы. Мынау 2013 жылғы ман, бұның бағасы 15.800. Автомат екен. Мынау автомат 386.000 километр. Мынау 12.800 деп тұрған 601.000 километр. Автомат екен. Бұның да корпус автомат. Мынау және де вездеход мандар мынау. 9.800 вездеход. Передний, задний ведущий полный привод мандар. Евро 4 2007 жылы 9.800 дейді. Осындай. Мынау тоже вездеход ман. Мынау тоже вездеход. Сары. Бағасы 2012 жылғы 15.400. Пробег 796.000. Ман. Мынау ман 31.400 дейді. Мынау низкорамный, низкопрофильный. Не мынау низкопрофильный. Атнет жаңағы. Ой, кубатурникке арналған. Ман 31.400 бағасы, және де километраж 302.000 километраж, 440 аттың күші бар. 2017 жылғы евро 6. Осындай ман, және де мына ман бар обычный 2011 жылғы 11.200 евро. 11.200. Және де бұның пробегі 1.104.000 екен. Механика екен мынау. Евро 5. Бұл ман евро 5. Төбесінде фарлары бар екен. Мынау нелер бар екен. В общем, комплектация жақсы. Жоқ, бұл манның да. Бұл манда не екен? Атнет жаңағы. Неге арналған екен атнет? Ой. Самосвалға арналған ман екен. Мынау 17.800. Мына көк ман 17.800. 17.800 мына көк ман. Бұл автомат екен. 656.000 және 2014 жылғы 17.800. Осындай көк керемет әдемі екен ман. Состояниесі де жақсы екен. Осындай мына жақта адамдар алатын машиналарын оталдырып тексеріп көріп жатыр уже. Мында высокий кабина, мынау высокий кабина, мынау да высокий, мынау XL. Вообще высокий кабина екен. Мына маннан мынаның кабинасы өте жоғары екен. 2017 жылғы пробег 429.000 евро 6, және де бұның бағасы 37.400. Карьерный, дұрыс айтасыз. Бұның бағасы 37.400. Мынаның кабинасы іші деген өте үлкен, керемет. Лобовой да үлкен. Мынау 2017 жылғы евро 6 пробег 421.000. Пробег бағасы 27.800. Мынаның кабинасы төмен екен. Мына ортаға қарағанда мынаның кабинасы төмен екен. Ананың да кабинасы төмен. Ана үш көк ман тұр. Осындай бағасы. Состояниесі өте керемет екен. Және де мынау тоже низкопрофильный. Кубатурникке арналған. Осындай состояниесі керемет. Осындай керемет. Бағалары осындай. Және де 27.800. 27.800 дейді мынау ман. 2017 жылғы 718.000 пробег. Мынау кетіп бара жатыр айдап фураны. Короче, ман сатып алып TGX 480 дейді. В общем, осындай бақытты жандар бар. Біз қашан ман айдап кететініміз осы жерден. Бір фура. 2014 жылғы ман 675.000 пробег
және 18.200 бағасы. Жоқ, бұл Германия емес, Голландия. Иә, только головасы ғана осындай, бағалары только головасы ғана осындай. Мынаның да бағасы 2014 жылғы. Бұның да пробегі 676 мың және бағасы 18.200. Низкорамный армашылығы Рамадама простойдан қарағанда или ходовкасы төмен бола ма? Низкорамныйдың ходовка Рамада емес, неде ходовкасында бәрі багы, бәрі төмен болады. Мынау обычный ман. Міне, қарап тұрсаңыздар. Міне, мынау обычный ман, кәдімгідей, полноценный 22-де 5. Мынау низкорамный. Мынаның багы кішкентай, қарап тұрсаңыздар, кішкентай, ходовкаларда бұның укороченный болып келеді, және де дөңгелегі де кішкентай болады. Дөңгелектің размері кішкентай. Одан кейін, мына подвесканы қарасаңыздар, мынау төмен болып тұр. Ал анау полноценный жоғары болып тұр. Сол үшін мыналар жоғарылақ болып келеді. И бактарда, ходовкілерде өзгешелік бар, короче. Екеуі айырмашылығы бірдей емес. Және де мұнда 2017 жылғы ман кабинасы кішкентай екен. 495 мың пробег, бағасы 31.800 евро. Бағасы 31.800. Осындай. Мынау 2016 жылғы ман, кабинасы высокий кабина екен, керемет, автомат, 500 мың пробег, евро 6, бағасы 23.400. Бағасы 23.400. Осындай ман. TGX, мынау да походу не өйдем, карьерный жаңа, карьерный деп отыр ғой. Жоқ, бұл да обычный тягач екен, бірақ без спойлер, без ничего. Ал ар жағындағысы спойлермен екен. Мына манның 60 мың евро дейді. Бұл 2018 жылғы ман екен. Міне 2018-06 евро 6 автомат 12 ступенька 315 мың пробег. Және де бағасы 60.200 евро екен. Мынаның кабинасы өте биік және полный, напичканный, полный. Еще голландский екен. Номермен тұрайлы. Мынау бағасы мынау 2014 жылғы 480 мың пробег және де 23.400 бағасы. Осындай мандар. Және де мұнда Мерседестер тұр. Мерседес евро 6. 19 мың, 20 мың, 19.400 дейді. 20.200. Мынадан бастайық. 2014 жылғы Мерседес евро 6. Осындай евро 6. 700 мың пробег. 20.200. Осындай Мерседес. Жігіттер, қазір ешкімді эфирге қоспайын, эфир біткеннен кейін қосамын. Теңгемен көбейтіп көріңдер өздерің, қанша болатынын. Мынау Мерседес тоже 2014 жылғы 701 мың километр, евро 6, 20.200. Осындай Мерседес. Және де мынау тоже Мерседес 713 мың пробег, 2014 жылғы 20.200. Қай жерде тұр дейді? 10 миллион дейді. Бұлар Голландияда Векхель қаласында тұр. Голландияның Векхель деген қаласында тұрған. 19.400. 19.400. Және де 754.111. 2014 жылға.
білмеймін, растамашы жағын хабарым жоқ, только мен осындай бағасын айтып беріп жатырмын. Мынау 2014 жылғы DAF 20.600 мынаның бағасы, мынаның бағасы 19.400 дейді. 2014 01 746 мың пробег. Осындай Мерседестер. Адам аз ғой, че-то бүгінде бәрі мәссаған 100 мың дейді. 2014 жылғы да Мерседес 754 мың пробег, және де 19.400 пробег. Ценасы 19.400. Осындай қап-қара керемет Мерседестер. Ар жақта Ивекалар тұр, Ренолар тұр. Және де мында тоже Евро 6 2015 жылғы. Мыналар бізге официально растамошкаға келеді. Без прицеп қой, да, солай ма? Без прицеп, только головасы ғана. Мынау Евро 6 815 мың пробег Мерседес. Және де бағасы 20.800. Мерседес. Шатастырма DAF емес дейді. DAF-қа түсінбедім. DAF-нес. Мерседес. Скания бар ма дейді. Скания бар. Скания бар. Қазір Сканиялар мына жақта тұр. Мына жақта тұр Сканиялар. Ана ар жақта Volvo'лар тұр. Және де мында Ивека Ренолар тұр. В общем, Мерседестің бағалары осындай, міне. 20.800 2015 жылғы. 815 мың пробег, бұны көрсеттім. 23.800 дейді. Мынау 2015-09 524 мың пробег. Официальный 2015-тен жоғары кіреді. Осы 2021-ден бастап официальный 2015-тен жоғары кіреді. 2014-тер уже кірмейді официально. Евро 6 2015 804 мың километр, 21.200. Мынау Мерседес. Высокий кабина. Мерседес Аксер. Мына Аксерлар 2015 жылынан бағасы жоқ екен. Бағасы жоқ мынаның. Және де 2013 жылғы Мерседес Актрос 949 мың пробег. Бағасы 15.400. Бағасы 15.400 мынаның бағасы. Және де бұл неге мега низкорамный екен. Мега прицепке арналған. Мынау да мега екен. 15.400 мега Мерседестер. 2013 жылғы 924 мың. 15.400. Арман брат, Volvo көрсетсе еркек машина дейді. Қазір көрсетем Volvo'ны. Басында көрсетіп кеттім ғой Volvo'ны негізінде. 16.800 2013 жылғы 883 мың километр. 16.800. Бұл полноценный. Кәдімгі обычный тягач мега емес. Мынау мега, анау мега, мынау үшеуі тұрған мега. 15.400, 15.400. Короче, осындай мегалар. Мынау обычный 43.800 дейді. Мынау 2017 жылғы екен. 2017 жылғы 222 мың пробег. 43.800. Мынау ман 2017 жылғы 21.400 евро. Мынау 26 мың 2017 жылғы 26.400. Пробег 623 мың. Пробег 623 мың. Және де пробег 590 мың. 590 мың. Разница. Мында ман тоже 31.800. 2017 335 мың пробег. Эфирді сақтаймын қазір. Мында ушатынный ман тұр, мынандай фары жоқ, ештеңесі жоқ, ұрылған, соғылған. Бағасы жылы 2016 жылғы екен. Жылы 2016 жылғы және 667 мың километр. Бағасы 17.800 дейді. Мынау радиатор кеткен. Радиатор интеркулер жарамайды, радиатор жарамайды. Және де фар, туманник, в общем, біраз нәрсені ауыстыру керек сияқты мынада. Және де мына бір датчик, мынау несі, жаңағы датчик несі ғой мынау. Бұл да жарамай қалған шығар. Осындай ман, короче. Ой, мынаған біраз ремонт керек сияқты ғой. Бұлар неге сатылады, списанный ма дейді. Сатылатын болғанда сатылатын да енді.
білмеймін неге сатылатын. Осындай сататын не ғой? Мынау 2014 жылғы Actros евро 6, бағасы 21.200. 35.000, 19.000, 2014 11 ай 825.000 пробег, 19.400. Разница пробегте болып тұр. Және де мынау 2014 727.000 километр пробег, 18.200. Осындай. Мында 15.200 2012 жылғы 946.000 километр, 946.000 километр 2012 жылғы және бағасы 15.200. Аукцион шығар жоқ, аукцион емес ешқандай да. Мынау 2014 жылғы 842.000 километр және бағасы 19.400. Осындай машиналар. Мында Volvo'лар тұр. Мында Volvo бағасы жазылмапты, 520 километр. Мынау новый Volvo екен мынау. Новый Volvo километр 520 километр екен мынау. Volvo Neft 2021 жылғы Volvo осындай. Мынау 511 километр. Volvo Neft деп тұр тоже. Бағасы жазылмаған. Осындай Volvo. Новый су жаңа. Volvo көрсеттегендер. Міне. Осындай су жаңа Volvo'лар. Осындай су жаңа Volvo'лар. Және де мынандай карьерный Volvo'лар тұр. Карьерный Volvo'лар тұр. Мында үлкен. Бұлардың бағасы қанша екенін білмеймін. Және де мында тоже Volvo'лар. Бұл қай елде дейді? Бұл Голландия, Нидерландыда бұл. Бұл Нидерланды мемлекетінде. Volvo, новый Volvo 510 километр. 510 километр. 510 километр. Евро 6 500 екен алар. Мынау 507.000 километр. 2016 жылғы. Және де бағасы 37.400. Осындай Volvo. Және де мында тоже Volvo'лар, анда Scania'лар. Volvo аз екен мында. Volvo аз екен. Мында новый Volvo 500 километр-ақ жүрген. Бар болғаны су жаңа. Вообще жүрілмеген десе де болады. 500 километр жүрілген. Мәссаған рамаларын. Мынандай Volvo мінсең арманың жоқ шығарда. Полный, бәрі су жаңа. Моторы да. В общем, бәрі су жаңа. Шіркен жарықтық. Седлосында бір май жоқ әлі. Боковой спойлер бар ма? Я боковой спойлер бар. Мынау нижний спойлер де бар, боковой да бар, в общем. Осындай су жаңа Volvo'лар. Подушкілердің бәрі новый, шіркен жарықтық-ай. Мына Volvo'ны алсаң бір 5 жыл мінет жарсын, ешқандай бұзылмай. Ешқандай да бұзылмай мінет жарсын мына Volvo'ны алсаң. $19 миллион дейді. Мына 37.400 евро. Евро 6 2016 жылғы 528.000 пробегпен Volvo. Осындай Volvo. Тоже состояниесі өте керемет. 460 екен мынау Volvo. 460 рамасының номері бәрі көрініп тұр. Состояниесі өте керемет. Защита бак бар екен мынандай. В общем, осындай керемет
керемет Volvo'лар. Және де мында мынандай 4-мостовый мандар тұр. 4 мосттық. Мында Scania'ның ряды мынау. Scania'ның ряды. Мында Volvo 700 2017 жылға 2017 747 мың километр, 42.800. Есігі майысқан ба дейді? Жоқ, майыспаған. Ешқандай да майыспаған, нормально. Мынау. Мынаның есігі майысқан екен, мына жері. Мына Volvo'ның есігі майысқан екен, мына жері. Міне. Бұның бағасы жазылмапты. 2017 жылғы 702 километр екен. Водительский есігі, байқамадым водительский есігі. Мынаныкі майысып тұр енді, ананыкі. Мынау Volvo не екен? Уқти, мынау 3-мостовый Volvo екен. 3-мостовый Volvo, және де алдыда подушка екен. Мынаның несін подвескасын қарасаңдар, өте төмен тұр. 59.800 бағасы. 59.800, 2015 жылғы 493 мың километр. Эвакуатор бар ма? Эвакуатор бар. Осындай 3-мостовый Volvo. Мында полный защитасы бар екен. Полный защита, полный напичканный Volvo ғыны. Мындай 3-мостовый, короче. Осындай Volvo. Және де мында 3-мостовый не тұр. Косой Евро 5, Евро 5 тұр. Тоже полный защитасымен. Мына жақта да защитасы бар екен, полный. В общем айтқанда. Спойлер бар екен. Глушительді қараңыздар. Глушитель гүр етіп. Мәссіғана глушитель деген үлкен труба. Диаметр деген мынандай. Глушитель андай. Нидерландский варианттар ғой. Нидерландский, шведский варианттар ғой мынау. Күрілдеп жүретін. Полный, напичканный. Короче, Volvo. Курсон Транс деген екен. Компанияныкі болған екен. 32.800. 2012 жылғы 703 километр. 703 мың километр. Және де осындай полный, напичканный 3-мостовый Евро 5. Анау FH16 екен даже. FH16 екен. Осындай. Бастракс деген осы ненің сатылатын жері, фуран сатылатын жері. Осындай артын бәрі полный закрытый. Бір ремонт, біздің Қазақстанда ремонт айтымызың анам бәрін шешу керек, мынаның бәрін шешу керек. Бұл қазақтарға головня қой лишний ғымна. Біздің қазақтарға болмайтын. Біздің қазақтарға бәрі көрініп тұр керек қой. Mercedes Axer. Actros, жоқ, Actros екен мұнда, 2015 жылға. 42.800. Мынау 10 тонник ұзын кәдімгі одиночкалар екен мынау. 2015 жылғы 619 мың пробег. Мынандай термобудка мынау, жоқ әлде холодильник па? Термобудка, мынау термобудка екен, холодильник емес, кузов термобудка. Короче, осындай. Ауылда газ 19 литр ма дейді. 16 литр ма? 16 литр. Міне одиночкалар, DAF одиночкалар міне. Жаңа кім одиночкалар сұрап жатты. Мынау одиночкалар Mercedes 38.800 дейді. Мынау DAF 2018 жылға DAF одиночка 66.400 бағасы. Және де мына Volvo'ның бағасы жылы 2015 658 мың километр және де 57.800 евро. Осындай Volvo. Манипулятор. Кім сұрады жаңа? Манипулятор. DAF, новый DAF 513 километр 209.800 евро. Манипулятор. DAF CF. Мынандай установкасы бар екен артында. Осындай мына установканың аты. Және де мынандай үлкен, мынау қанша тонна көтереді өз білмеймін. В общем, және де мынау кузовы, осындай манипулятор 209 мың. Артында линейкасы бар екен. 209 мың евро.
және де Volvo FMX миксер. Бағана миксер сұрағандар болды. Новый Volvo FMX 154.900 евро. Новый Volvo FMX полный защитасы бар, бәрі бар. Және де несі миксер өте үлкен. 460 екен. Миксер өте үлкен, қанша куб екен білмеймін. Осындай. Короче, мұнда новыйлар ғой. Бұл жақтан шығып кетейін, короче. Және де мұнда тоже манипулятор Scania. Осындай үлкен Scania. Еще низкорамный екен. Бағасы 102.900. 2012 жылғы 647 километр. Низкорамный. DAF CF 2008 жылғы 428.000 километр. 15.200. Мынау мусоровоз екен. Мынай мусоровоз екен. Және де мұнда мыналарды оталдырып қойыпты. Мынау андай PDF таситын платформалар мынау. Так. Ивека 2016 жылғы 615 пробег. 28.400. Одиночка. Мынандай одиночка. Термобудка. Төбесі ашылады. Короче айтқанда. Установка көрсетші дейді. Установка нема? Scania'ның установкасын ба? Scania'ның установкасы Fassi дейді. Fassi деген установка екен. Fassi деген установка. Үлкен, тоже үлкен установка. Низкорамный. В общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 стреласы бар екен, былай қарай шығатын, короче. Вот, осындай. В общем, айтқанда. Установкасы да үлкен екен, низкорамный. Және де артында 2 ось, алдында 2 ось. Короче, 8 сороконожка типа, 40 ножка ғой, бағы. Scania, короче. Осындай. Танажы бар қасында дейді. Танаж қаяғында. Так. Максимум мына біреулер. Білмеймін, мына. Ой, байна сигналдарына екен. В общем, айтқанда міне. Мынауға, короче. Мынауға мен түсінбеймін бұны. Кранды вообще түсінбеймін. Кімнің не екенін, қалай екенін. Короче, айтқанда былай тұрғанда былайнан дейді. 27.500, былайнан 5.700 дейді. В общем. Міне, установканың жазуы мынау жігіттер міне. Қарап көріңіздер, мен түсінбеймін. Короче. Мынау, походу, 21 стреланың ұзындығы 21 метр өйдім, по-моему, мынау. Білмеймін. В общем, манипуляторщиктер. Түсіне түсерсір, мен манипулятор айдап көрген емеспін. Міне. Осындай, короче. 40 ножка. Scania голова көрсетесіз бәді. Scania головасы мынандай обычный Scania. Низкорамный. Низкокабинный. Бағасы 102.900. Бағасы 102.900. 12.000. Так, 16 тонналық дейді. Түсінікті 16 тонналық көрдім дейді. Астындағы сан тонны дейді. Түсінікті. Енді мен манипулятордан қақпағаннан кейін оны ештеңе білмеймін. Мұнда миксерлер тұр мұнда. Және де мұнда мынандай манипулятор тұр тоже. Тоже бұлда манипулятор. Бірақ арт жағында екен несі. Мұнда миксерлер новый. Мұнда 2006 жылғы Mercedes ассенизатор ма, мынау бір нәрсе 360 екен, 18.800 дейді. Мынандай, жоқ, бензовоз екен, бензовоз. Бензовоз Mercedes екен. Бензовоз Mercedes, және де мұнда PDF платформалар, және де манипуляторлар тұр. Ассаламу алейкум Арман дейді. Уағалейкум ассалам. Бұл машиналар қай жерде дейді? Бұл машиналар Голландияда. Мұнда новый манипуляторлар тұр, және де самосвал тұр. Мұнда Volvo
2017 жылғы Volvo 818 мың километр, 32.800 DAF бар ма? XR DAF бар, бағана DAF-тың бәрін көрсетіп кеттім. Мына жерде DAF 2000, мынау, короче, одиночкалар ғой, короче, PDF платформалар, лентяйкс мен, анау, нелер, короче, кубатурниктерге арналғандар ғой, типа. 35.200 бағасы, 2017 жылғы DAF. 32.200 бортовой арзан келеді дейді. Мынау 2017 жылғы Volvo 929 мың километр. Паровозик 120-ка. Иә, паровозиктер ғой, короче, бірақ без прицеп, короче, прицепі жоқ. Мында самосвал. Мында пятитонниктер тұр. Және де мында карьерный Мерседестер тұр. Мында карьерный Ивекалар, Мерседестер. Мына Ивека манипулятор карьерный, трехмостовый. 95.800 дейді. 4-мостовый даже. Ё-моё, мынаның 95.800 дейді. Эфирді сақтайсың ба дейді. Я сақтаймын эфирді. Адамдар аз ғой что-то эфирде. В общем, мына жақта уже ескі фуралар, және де мында нелер самосвалдар, Мерседес самосвалдар мында тұрған. Эвакуатор бар ма дейді. Эвакуатор қазір көрген жоқпын әлі. Мынаның бәрі самосвал 27.800 дейді. 2000 жылғы самосвалдар өте қымбат болады екен негізінде. Самосвалдар состояниелері өте. Мында тоже кубатурниктер PDF 15.800. Мынау пятитонник көрсетші дейді. Қазір пятитонникке барам қазір. В общем, үлкен ғой мынау ше, мынау үлкен. Мынаның бәрін аралап не қылу мүмкін емес қой мына жақта ше. Пятитонниктер мынау тұр ғой міне. Мында мусоровоздар бар екен. Мусоровоз кому интересно десең, бағасын бір көріп кетейік мусоровоздардың. Состояниесі өте керемет екен. Мусоровоздардың состояниесі өте керемет. DAF CF 2008 жылғы 14.800 пробег 466 мың дейді. Қайда жүрсің дейді. Голландияда жүрмін. 11.200 DAF CF 2007 жылғы 533 мың километр. Осындай, міне, мына мусоровоздар 11 мың мен 15 мыңның аралығында, 16 мыңның аралығында екен, короче, айтқанда. 14 мың, короче, мындай мусоровоздар неше түрлі. Және де мында манипулятор. Мына Volvo манипулятор. 2004 жылғы Volvo. Бағасы 18.800 евро. FM9 дейді. Мына трехмостовый Mercedes 97 жылғы 22.800 дейді. Қымбат екен. Мына Iveka платформа 24 мың 2017 жылғы 24.400 дейді платформа. 2017 жылғы 488 мың пробег. Renault бағасы жазылмапты. Қалай алып келуді ескеріп отырсыз, брат? Мен пока что білмеймін қалай алып келу керек. Мен жай ғана видео түсіріп жатырмын қазір. Мынау 3 тонниктер, кішкентай 3 тонниктер екен. 5 тонниктер мында тұр екен міне. Манипулятор Scania, короче, манипуляторлар мынаның бәрі. Және де мынау 2017 жылғы 5 тонник 49.200, 2017 154 мың километр. 2015 жылы 295 мың километр, бағасы 29.800 евро. 29.800, 2009 жылғы евро 5 дейді. 670 мың километр, 8.800 евро. Мына 5 тонник. 11.999 килограмм дейді. Мына 16 мың килограмм дейді. Килограмм жазып қойыпты, мына грузоперевозка. Ona 16 мың дейді. Мына 5 тонниктер ма жоқ әлде? Не онау? 5 тонник, бірақ 16 мың килограмм деп қойыпты, короче. Мында 2009 жылғы евро 5 5 тонник 868 мың пробег DAF 19 мың килограмм деп қойыпты, 9200 бағасы. Бағасы 9200. Және де DAF 2015 жылғы 29800.
Мында 27.800, бағасы 2011 жылғы 573 мың километр. В общем, осындай пятитонниктардың бағасы. Мында тоже, мынау не өзі, автовоз ба, не бір нәрселер, мынау түсініксіз бір машиналар. Және де мынандай Мерседес. Мерседес, қай жылғы мынау? 1983 жылғы Мерседес. Үш жүз 9 мың километр, бағасы 17.400, вездеход. Мынандай вездеход, короче. Мына вездеходтар қайда мінеді, түсінбедім мен осы. Мынаған не зат тиеді өзі, 2-ақ тонна тиетін шығар, мынау кішкентай амортизаторлар дерске екен, бірақ вездеход Мерседес 17 мың дейді. Және де мында тоже пятитонниктер тұр. Мында кішкентай пятитонник нелер тұр. 65 мың нефть дейді, Ивека. 2647 километр, 65.200, мынау несі, манипулятор. Мынау DAF 2018 жылғы пятитонник, 0 килограмм дейді, түсінбедім. 163 мың километр, 39.800. Құмда айдайсың ғой дейді, құмда айдайтын. Мынау пятитонник, бағасы 39.800. Және де 18.400 евро 5 Volvo манипулятор. 2003 жылға, евро 3 даже, евро 3 екен мынау, Volvo 333 мың километр, 18.400 манипулятор. Мынау Ивека трекер, миксер. 2010 жылғы, евро 4, 193 мың километр, 25.400 бағасы. 48 мың дейді мынаның бағасы. DAF, рефрижератор, карьер, установка 328 мың 2016 жылғы. Осындай. Volvo, евро 3, мынау, полный, напичканный. Полный, напичканный екен. Іші де бәрі. Салоны да керемет екен, салоны іші де бәрі. Так, 595 мың километр, 2003 жылғы, бағасы 20.600, полный спойлермен, как штик, бірақ бұл одиночка екен, андай, не, бортовой екен, бортовой. Міне осындай пятитонниктер мында ушатынный пятитонник тұр. Мына пятитонник Volvo FL. 2006 жылғы Volvo 534 мың километр, 9400 евро. Осындай пятитонник. Мында пятитонник Mercedes Atego, манипулятор және эвакуатор. Эвакуатор сұрағандар. Мына платформасы былайнан түсетін платформа ары қарай. Және де установкасы бар екен мынандай. Манипулятор установкасы бар. В общем, 2 в 1, 3 в 1 ба қалай? Сондай Atego. Бұл қай жылғы? Бұл 98 жылғы екен бұл. 781 мың километр, бағасы 19.800. Осындай. Так, мынау 2003 жылғы 25.800 дейді. Бұл платформа екен жай ғана, 4-мостовый. Мында миксер, Scania миксер. 2005 жылғы 562 мың километр, 16.800 бағасы. Мына Scania'ның лобовой трещина. В общем, айтқанда біраз тұрған сияқты ғой мына миксер. Және де мында 95 жылғы мынандай старушка Mercedes бар екен, 11.200 дейді бағасы. 538 мың километр дейді. Осындай, мында ескі MAN тоже миксер. Несі миксері үлкен екен, кубы үлкен екен. 97 жылғы MAN, 16.400 евро миксер сұрағандар міне. Осындай 97 жылғы миксер. Стеттер деген установка MAN, Thermaking 34.800. 2016 жылғы 327 мың километр. Установка Thermaking. Так, мында тоже пятитонниктар, трехтонниктар.
мында Volvo 2000 жылғы Volvo 6800 евро. Короче, 2000 жылғы 766 000 километр. Осындай. Және де мында Iveco Eurocargo дейді. Пятитонник. 2007 жылға 386 000 километр, бағасы 7400 евро. 7400 евро бағасы. Мында Mitsubishi Fuso, Mercedes Atega пятитонник. Мындай Атегалар бар екен мында. Бағасы 18400, 2014 жылғы 197 000 пробег. Короче, трехтонник па, пятитонник па, в общем, пятитонник қой, мынандай үлкен пятитонник. Короткий пятитонник екен, короткий екен, базасы короткий. 18400. В общем, осындай. Volvo 2010 жылға 536 000 километр. Және де установка карьер, одиночка рефрижератор. 536 000, бұның бағасы жоқ. Мына CF-тің бағасы жоқ. Тоже ушатанный CF. Осындай. Енді мен қазір барамын. Iveco қатарына барамын. Iveco'ларға барамын біз. Iveco, Renault қарып қайтам. Жоқ, эфирге қазір ешкімді қоспаймын. Ренжімеңіздер. Өйткені эфир автовоз тұр мұнда. Мұнда автовоз тұр. Мұнда самосвалдар тұр, короче. Самосвал тұр мұнда. Так. Мынау Iveco'ның бағасы E99 жылы Iveco манипулятор 15400 евро. Минус 30 деген не екен дейді. Соны қазір сұрайын деп жатыр. Минус 30 деген не екенін сұрайын деп жатыр. Мен де білмеймін пока что. Мынау Scania одиночка платформа екен. 38 000 топ-лайн. Үлкен, высокий кабина. 2011 жылғы 548 000 километр. Және де Renault 2009 жылғы 17 800. Renault автовоз 2007 жылғы миллион пробег, 1 27 000. Бағасы 7900 евро. Осындай Iveco автовоз, короче, еще спальник жоқ. Осындай автовоз. Мынау конвой дейді. Мынандай кран бар екен мұнда. 46 000 Iveco дейді. Scania, ё-моё, мына Scania'ны қараңыздар. Мынау спецтехника таситын ба, не мынау? Манипулятор екен, короче. 91 жылғы Scania 38 300. Мында крандар тұр неше түрлі. Кран. Летчер дейді. 98 жылғы кран 72 800 дейді. Мынандай кран бар екен. Үлкен кран. Анау кішкентай ғана кран мынандай. Мында мынандай пожарный бар екен. В общем, ё-моё, неше түрлі техникалар тұр ғой. Танк сияқты пожарный екен мынау. Ой-бай. В общем, мынандай пожарный бар екен. Ё-моё, неше түрлі техникалар бар. 54 900 дейді. Мынау каневозка. Мынау каневозка бар екен. Volvo FM12 старушка 9400 ушатынный екен уже 2000 жылғы. Мында мынау аэропортта нені таситын нелер. Атнет жаңағы. Самолет анау таситындар ғой, короче, мынау самолетті ары бері 59 57 900 дейді. В общем, мында не жоқ дейді, бәрі бар ғой, ё-моё, мында. В общем, крановой манипулятор дейді, білмеймін крановой манипулятор қандай екен. В общем, мынау аэропортта жаңағы нені таситын ғой, самолет таситындар ғой мынау. Ары бері, короче, осындай тягачтар. Scania, базар жоқ. Бағана Scania'ларды көрсетіп кеттім. DAF тұр, Scania'ны көрсетіп кеттім бағана. Эфирдің басында 2014 19200 дейді. Өзіңе көріп атсын ба дейді. Өзіме де көріп жатырмын, елдерге де көріп жатырмын, в общем, бәріне көріп жатырмын ғой. Сатылама дейді, сатылатын фуралар ғой.
сатылатын фуралар. Бұл қай қала дейді? Бұл Голландияның Бехел деген қаласы. Голландияның Бехел деген қаласы бұл. Бұнда неше түрлі фуралар. Renault Magnum. Идеальный екен состояниесі, бірақ мына жақтар ұрылған екен. 2003 жылғы, 2008 жылғы Renault Magnum. 1 миллион 291 мың. 5800 евро Renault Magnum. Одан кейін мынау ескі Mercedes және де Iveco. Мынандай низкокабина Iveco бар екен. 2005 жылғы 934 мың, 7800 евро. Сканияларды көрсетіп кеттім бағана. 2016 жылғы Iveco 18200 евро. 2016 жылғы Тигач кабинасы средний Iveco Stralis евро 6. Короче, мынау Volvo 2008 жылғы Volvo евро 5 480 дейді. Мынау косой дейма, не дейді? Жоқ, косой емес, соның алдындағы 2008 жылғы 1 миллион 315 мың пробег. Және де бағасы 10.800. Мынау ескі Mercedes, 2001 жылғы Mercedes, жоқ высокий кабина екен, актрс, бірақ ушатыны екен. Бағасы 12.400. Так, Volvo, мында тоже 2007 жылғы 10.800 евро. Мынау не? Двухмостовый, мынау не? Астында. Жоқ, ведущий емес, просто не екен? Renault 10.200, 2008 жылғы Renault премиум. Так, 10.200, пробег миллион 2008 жылғы. Iveco Stralis. 2013 жылғы Iveco Stralis, бағасы 12.800 евро. Состояниесі средний екен, бірақ подножкалары сынып қалған екен мына жақта. Подножкалары сынып қалған, және де мындай царапиналар бар екен. Мына алдында цел, енді бұл мелочтар ғой, бірақ состояниесі нормальный екен. Дайнан болады екен. Iveco Stralis, мына бағасы жоқ екен, 2015 жылғы 415 мың пробег дейді. Мына Iveco'ның да бағасы жоқ. Мына Iveco 2015 жылғы Iveco. 2015 жылғы Iveco 16.400 евро. 535 мың километр 2015. Мына бізге растамашкеге әлде болады. Iveco Stralis тоже 18.800 евро. 2016 жылғы 278 мың километр дейді. Километражы өте аз екен. Спойлер 460, полный, напичканный. В общем, осындай Iveco. Қай жылғылар кіреді? 2015 жоғары кіреді ғой. 2016 жылғы 265 мың евро. 18.800 евро екен. Мында ескі машина, ескі Mercedes Axer тұр. Мында мынандай ескі Actros тұр. 2001 жылғы 14.400 дейді. 2001 жылғы бұны 1 миллион пробег қымбат қой өте мұны. Так, 9.000. 2006 жылғы 9.800 DAF Mercedes Axer. Scania Tigach 2011 жылғы 844 мың километр, 14.800 евро. Iveco 2016 жылғы Iveco. Кабинасы низкий екен, 18.400 евро. Мынау 2015 жылғы 568 мың километр, 14.200 евро екен мына Iveco. Мынау бізге әлде қайда. Мынау кабинасы высокий екен, полный напичканный Iveco, 460. Еще не мега Iveco екен. Мынау бізге растамашкеге жарайды әлі. 5 миллион екен фуралар дейді. Мынау 2014 жылы 470 мың километр, тоже мега Iveco 460, 14.400, 470 мың километр, және де 2014 жылғы осындай Iveco 14.400 дейді. Мынау 2015 18.400, 682 мың километр, мега емес, стандарт Тигач. 2013
полный напичканный, төбесінде кондер мандер бәрі бар. Спойлер 500-дік Стралис 20.200. Және де мында 19.800. Мынаның бағасы жоқ. Ивека 2017 жылғы дейді. Новый Ивека почти 168.000 километр. 168.000 километр, яғни бағасы 33.400. Жаңа Volvo'лар бар, мен көрсетіп кеттім бағаны. Мында мынандай нелер тұр. Атнет жаңағы. Мынау слон дейді ғой мынау. Слондар тұр неше түрлі. Және де Ивека 2014 510.000 километр. Тоже мега прицеп 460-дық 13.600 евро. Мынау 2011 жылғы 12.400 евро. Стандарт мега емес бұл. Жоқ, стандарт екен, мега емес. 855.000 пробег 2011 жылғы 500-дік екен, евро 5 екен, евро 5 мынау Ивека. Және де 2015 жылғы 22.000 евро осындай Ивекалар. 12.400 мынау Ивека 547.000 километр, қызыл Ивека 12.400 евро. 12.400 евро. Кабинасы узкий кабина екен. Мында 2015 жылғы 18.400. Слон қазір көрсетем қазір слонды. 518.000 километр 2015 жылғы Ивека. Мында тоже Renault премиум тұр. Renault премиум 2007 жылғы высокий кабина, бір спалк екен. 1.264.000 километр, 8.400 евро. 10.800 евро. Renault премиум 2012 жылғы. 2012 жылғы высокий кабина, спойлер бәрі бар, премиум 430-дық, бірақ мұнда подножкалар сынып қалған екен. Осындай. Ивека 430-дық, Renault премиум 10.800 евро. Және де мұнда 2016 жылғы Ивека Страйс 460-дық, пробег 257.000, 18.800. 19.200. 2016 жылғы 203.000 километр. Мыналардың километраждары өте аз екен. Әдемі ғой 203.000 километр деген. Пока әлі 800.000 километр 1 миллионға дейін жүріп береді мынау. Нормально негізінде алсаң болады. Чем 18.000-ға 20.000-ға миллион пробег алғанша 18.000-ға 200 пробегпен мұнан алсаң, Ивеканы алсаң 1 миллионға дейін жүріп берсе, одан кейін қайттан сата саласың ғой. Ешқандай проблема жоқ. 19.200 дейді. Renault T. Мынау Renault'лар мұнда қазір тұрған. 2017 жылғы Renault 562.000 километр. 24.800. Мұнаның бағасы жоқ. 26.400 евро. Renault 2017 жылғы. 533 километр, 533.000 километр. Состояниесі жақсы екен. Renault'лардың состояниесі жақсы екен, нормально. Так. 670.000 километр 2015 жылғы евро 6. 18.800 километр. 18.800 евро. Шатасып кеттім өзім үшін. В общем, осындай Renault'лар. Мына жақта Actros-тар. Actros, мега Actros-тар мынау. 2011 жылғы мега Actros 756.000 километр. 15.400 бағасы. Мында тоже Actros. Мынаның бәрі Actros. 15.400. 2011 жылғы 814.000 километр. Осындай Actros. Және де 15.400 2011 жылғы. Мынауда тоже 15.400. Мега Actros. Осындай Actros-тар. Евро 5 екен алар.
16200, евро 5, евро 6, мынау 17800 евро 6 актрс. Бірақ бұл мега емес екен. Осындай актрс. Мынау полный напичканный екен, мынау 2012 жылы екен бірақ. Scania 2018. Так, Scania. Мынау Scania'лар 2018 246 мың, 55 мың 800 евро. Мына Scania'ларың 55 мың 800, 2018 271 мың километр. Бағана, мынау 271 мың километр Scania, қараңыздар. 55 мың 800, ал Iveco ан жақта 19 мың 200 мың километрмен 19 мың жаңа 400 деп тұрды. Мынау не екен? Самосвал Scania'лар екен. Мынау. Мұнда Caterpillar техникалар. Caterpillar 162 мың DAF бар. 162 мың 400, 2018 жылы Caterpillar. Caterpillar трактор. Бағасы қанша мынаның? Бағасы жазылмапты, жоқ. 37 мың 800. 30 трактористер Caterpillar мына. 37 мың 800. Жылы несі ештеңе жазылмапты мына Caterpillar, бірақ новый Caterpillar, полный, бәрі әлі бірде-бір не ағмаған. Мынау ескі Casio ма, не дейді? Кейс па? Қалай айтылады? Ескі екен, уже. Бағасы 23.900 дейді. 23.900. Короче, 2008 жылғы 6544 моточасы. Ескі ғой, қымбат қой жаман. Және де мұнда Komatsu неше түрлі спецтехникалар. Мынау қымбат екен жаман. Анау одан да анау Caterpillar 37.800 ғана Caterpillar'ды алған жақсы ғой. Новый болып тұр. Грейдердің бағалары. Мынау грейдер. Caterpillar грейдер. Бағалар қаяғында бұның? Бағалар жазылмапты мынаның. 9000 моточасы бағалар. Мынау кран. Мынау кран. Не деген кран мынау? Экскаватор кран ба? Мынау экскаватор екен ғой мынау. Кран емес, экскаватор екен. 160 Caterpillar 161 мың 800 евро Caterpillar. В общем, осындай. Мынау ескі Caterpillar екен, жүрілген, қазір көреміз, мынау грейдер. Мынау дөңгелектері де уже шаршапты. Бағасы қанша екен? Мынау да ескі екен. Бағасы 81.800 дейді. 81.800 бағасы. Ананың бағасы жазылмапты, ар жағындағысын. Мұнаның бағасы 81.000, 2013 жылғы грейдер. Мұнда погрузчик. Мұнда үлкен погрузчик. Қанша куб екен, мен погрузчиктерден қақпаймын. Кубтарын білмеймін қанша екен. Короче, міне 2015 жылғы 44.800 осындай Casio деген не, короче, погрузчик. Мұнда мынандай ескі кара бар екен. Бұның бағасы қанша екен? 3900 евро дейді бағасы. 2090 жылғы кара. Ё-моё, Caterpillar'дың карасы мына ескі. Тұрғанына бір 20 жыл болған шығар мына жерде. Мотор деген, қараңыздар, мотор деген. Идеально ғой. Как будто жұмыс істемейді. 90 жылғы Caterpillar ғой. 90 жылғы. Ё-моё, шырты шіргенмен мотор идеально екен. Мұнда мынандай прожекторлар бар екен. 2950 евро. Осындай прожекторлар. Және де мұнда мандар новый слонның бағасы. Мынау 2000 қай жылғы слон? Слонның бағасы көрінбеген. Слонның бағасы жоқ екен мұнда. Короче, 2009 слон километр 1000. Мынау жүрілмеген ғой әлі. 1867 километр.
километр сондай ақ екен жүрілген. Ё-моё, мынау 2009 жылдан бері әлі тұрған слон ба сонда, мынау сатылмай, бағасы да жоқ мынаның. Осындай слон, короче. Мынау 10 тонник Ивека 2014 жылғы евро 5, 21.200 евро. Установка карьер. Мында Тигач Мерседестер. Volvo. Мында Тигач трехмостовый Volvo 34.400 евро. 2014 жылғы 832.000 пробег. Мынандай елдер мынандай нені алып кетіп жатыр екен уже. Мынау не ғой андай? Отметь жаңағы. Дробилка ғой мынау. Осындай дробилка, үлкен. В общем, не керек бәрібір ғой. Hello. Не керек бәрібір ғой мында, в общем. Анда новый кассийлер тұр. Мында мынандай мынау не өзі? Мынау дробилка ма не өзі? Ё-моё, мынау не өзі? Мында тоже бір нәрсе тұр. Мында тоже новый фуралар тұрған. Новый. Бұлар бағалары да жоқ, ешқандай несі жоқ, резервті тұрғандар еді, по-моему. Вот осындай. Хово деген жоқ қой мында. Хово деген атауымен жоқ қой мында. Да, мынау оталып тұр еще, прикинь. Ескі бәлек оталып тұр ғой. Екі мың үшінші жылғы, мынау не дробилка екен. Мында неше түрлі погрузчиктердің. Мынандай погрузчиктердің мынандай соқасы бар екен, мынандай немене 1900 евро дейді. В общем, мынандай дробилка мынау. Мотор деген идеально істеп тұр ғой, оталып тұр ғой мынаның. В общем, осындай обзор міне. Почти бүкіл жерді аралап шықтым. Асфальт укладчик деген не ол? Ой, 1,5 сағат бопты жүргенімізге. Сіздермен қоштасатында уақыт келді деп ойлаймын. Қазақстан сағат неше болды өзі? Бәрі жұмыста болғаннан кейін адам мазойдың тұғым. Паровозик бар ма дейді, паровозиктер жоқ. Паровозиктер бағаны түсіріп кеттім ғой, бірақ без прицеп тұрды ғой. Volvo дегендер қайықта бағана, Volvo'ны бір түсіріп кетейін нақта. Наште Volvo'лар тұр міне, ескі Volvo'лар. Короче, бағана түсірдім мен бұлардың негізінде. 17.40 дейді. Қаламен таныстырса дейді. Бұл Голландияның Вехтель деген қаласы. Ол қалаға шығатын менде қазір уақыт жоқ. Мына Volvo'ларды көрсеттім бағана мен негізінде. Қымбат бағалары, Volvo'лардың бағалары қымбат. Мынау 2014 жылғы 20.400 деп тұр. 15.000. 2010 жылғы 15.400 деп тұр мына косой. 22.400 2013 жылғы косой. 2015 жылғы FM 19.800, 29.200, Volvo 2014. Мынаның бағасы жазылмаған. 30.200 осындай Volvo'лар. DAF 2015 21.400. Ашым осындай. Мында Scania'лар тұр міне. Мында Scania'лар тұр. Евро 3 дейді. Ё-моё. 35.400 Scania'лар өте қымбат екен. Евро 3 дейді. Тану, новый Scania. Евро 3, новый Scania. Мынау қайқайына 24.000 километр. 35.400.
Бұлар сонда қалай механика екен еще? 35.400 евро новый Scania. Бұлар қайда арналған? Евро 3-терін қайда? Бұл басқа мемлекеттерге арналған Scaniалар ғой, значит. Новый, мына Scaniалар новый екен. Бірақ евро 3 екен моторы. Осындай новый Scaniалар 35.400-ден бәрі. MAN 2014 19.400. Эфир сақтала ма дейді? Иә, сақталады. Volvo. Мұнда Volvo'лар тұр неше түрлі. Renault 2015 жылғы 29.800. Полный напичканный, дуга, муга, бәрі бар екен. Полный, дерзкий. Еще трехмостовый екен мына Volvo. Трехмостовый Volvo. Трехмостовый Volvo 540 дейді. 62.800. 2014 жылға. 2015 жылға 54.400. Трехмостовый. Автомат. Мында бірыңғай трехмостовыйлар екен. 46.800. 2015 683.000 километр. Трехмостовый. Трехмостовый 48.400. 2014 283.000 километр. В общем, осындай Volvo'лар. Мында бірыңғай трехмостовый Volvo'лар тұрған. Scania, новый Scania'лар 35.400-ден толып тұр, евро 3, бірақ. Евро 3 поколениясы. Мынау трехмостовый косой Volvo 2013 жылға 24.400, 23.900 2013 жылға косой Volvo. 37.400 2012 жылға дугасымен бәрімен косой трехмостовый. Мында бірыңғай трехмостовый. 2007 жылға трехмостовый Volvo. Көріп тұрсаңыздар 26.400 2007 жылға 394.000 километр. Осындай мына жақта Scania'лар бар екенінде. Трехмостовый Scania'лар. Scania өте қымбат екен бағалар. В общем, осымен видеомызды тамамдаймыз. Осындай шағын обзор машиналардан. Алдағы уақытта басқа жақта да машиналар болса түсіретін боламын. Фуралар, неше түрлі спецтехникалар. Және де бұйыртса аманшылық болса, осы фураларды заказбен таситын боламыз. Егер нақты заказ берем, алам деген адамдар болса, таситын боламыз бұйыртса. Эфирді сақтаңыз. Эфирдің атын не деп қойсам екен? Эфирдің атын ойланып тұрмын, не деп қойсам екен деп ойланып тұрмын. Мында пятитонниктар. В общем, жарайсың Арман, аман бол дейді. Рахмет. Бірыңғай жолды көрсете бермей, осындай бір обзор жасайын дедім сіздерге. Фураларды, машина бағаларын көрсетіп, осындай көрініс. Манипулятор. Эвакуатор. Эвакуатор, MAN, TGL, қай жылға екен мынау? Мынау низкорамный 2010 жылғы эвакуатор. 2010 жылғы эвакуатор 353 мың километр. Және де 13.400 эвакуатор мұнан бағасы. Мынау 47 мың 2012 жылға. Мынау екі нелік платформалық, короче. Эвакуатор. Мынандай екі платформалық эвакуатор. MAN 47 мың. Так. Голландия автобазар деп қойсаң ғой деймін дейді. Автобазар дұрыс, ол да дұрысы. Болашақ Қазақстан фуралар деп қойыңыз, ол болмайды, манипулятор бар ма дейді. Так, Голландия автобазар деп қойсаң, ол да болады екен. Әдемі авторынок Европа. Заказ фура десе дейді. Эфирді сақтап қойшармын. Европадағы сатылымдағы фуралар. Әдемі. Жеңіл машиналар қашан көреміз? Бұйыртса көреміз. Польша, Латвиядан да түсіріп көрсетсе арман дейді. Бұйыртса көрсетемін.
Дұрыс, керемет болды дейді. Так, 2014 жылы фура. Так, Европадағы сатылымдағы фуралар. Или Европадағы сатылымдағы фуралар. Хорошо, Европадағы сатылымдағы фуралар. Осылай деп қояйын. Эфирдің атын. Фура базар дейді. Фура базар деген енді ол келе бермес. Фура базар деген бір. Мынау рельспен жүретін Мерседес, короче. Рельспен де жүрет. Мынау ары қарай түсет, короче, сөйтеді да рельспен жүрет. 1992 жылғы Мерседес, бағасы 62.400. Мынау жермен де жүрет, короче, рельспен де жүрет ғой, короче, мынандай темір жолдың колесолары бар, осындай алдында. Осындай, короче. Осындай техника. Европадағы машиналардың бағасы деп жазады. Арман, жеңіл көлік базарын көрсетсең барасың ба? Иә, бұйыртса машық болса, Польшаға, Литваға барған кезде барамын. Жеңіл көліктерге демалыста жүрсің ба дейді. Жоқ, демалыс емес, жұмыс. Жұмыс, так. Европадағы сатылымдағы фуралар, авторынок Европа дейді. Авторынок Европа. Авторынок Европа. Авторынок Европа десең, негіз авторынок Голландия автобазар деп қоясын ғой деймін дейді. Голландия автобазар. Голландия автобазар. Тоже жақсы идея. Голландия автобазар. Так, Голландия автобазар деп қоямын деймін, иә? Голова қанша тұрады дейді, бағалы. Так, Голландия автобазар деп қойған дұрыс ау деймін, менің ойымша да. Ой, мен қайда кіріп кеттім өзі? Мен қайда кіріп кеттім, түсінбей қалдым ғой. Қай жаққа кіріп, қай жақтан шығып жатырмыз? Мен наоборот кетіп қалыппын ғой мен. Рахмет дейді. Рахмет, Абдушы, барлықтарыңызға. Я, эфирді тамашалағандарыңызға сіздерге де рахмет. Енді нелеріңізді, комментарийларыңызды оқи алмадым, ренжімеңіздер. Өйткені мынау машинаның несімен, бағасымен, несімен басым айналып жүрді өзімнің де. Көптің көңілінен шықты. Көп адамдардың ойындағы жақсы ақпарат болды. Көп рахмет, жолың ақ болсын әрқашан. Рахмет, Адуши. Сендер жақта КамАЗ деген бар ма дейді. КамАЗ деген ол Қазақстанда, Россияда ғой. Мында новый манипулятор бағана көрсеттім. Өтіп кеттім. Манипулятордың бағаларын көрсеттім. Мен осы эфирді сақтап қоям. Менің батарейкімде отырып жатыр уже. Эфирді сақтап қоямын. Эфирді сақтағаннан кейін қайттан көрсеңіздер болады. Рахмет, Армани дейді. Рахмет сіздерге де. Сіздерге де көп рахмет. Вот. Бөлшектеп әкеліп арзанырақ бола ма дейді. Білмеймін, бөлшектеп әкеліп арзанырақ бола ма, қалай болатын. Volvo керемет екен бұлайна. Пластик екен мұның бәрі. Онда ана трехмостойлар зверь екен. Зор болды дейді, рахмет дейді. Рахмет сіздерге де, рахмет көп. Иә, құрметті достар және отандастар, сіздермен қоштасатын уақыт келді. Рахмет көп сіздерге де, осылай эфир тамашалағандарыңызға. Сау саламатта болыңыздар. Сіздерге де осындай керемет, мынау қаншама мыңдаған фураның біреуі бұйырсын. Әр қазаққа осындай бір фурадан бұйырсын деп тілерім сол сіздерге. Мынау дафтың ряды, мұнда Volvoның ряды, короче айтқанда, осындай керемет нелер, фуралар. Осылай міне. Ал жақсы. Сақтаймын. Сақтаймын эфирді, қайттан көрсеңіздер болады. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Мен есіктен қайта өтіп кетіп отырмын ғой мұнда.